Саламатсыз ба достар, Криптон каналына қош келдіңіздер. Енді әр апта сайын осы каналда криптовалюта туралы видеоны күтіңіздер. Подписаться және колокольчикті басуды ұмытпаңыздар. Бүгінгі бірінші сабағымыз бізде трейдинг туралы болады. Достар, біріншіден трейдингпен айналыспастан бұрын кез келген затпен айналысқыларыңыз келсе, сіздерге мотивация керек, дұрыс қой? Жақсы нәтижелермен бөлісейін осы трейдингта трейдерлардың. Біріншіден Эндрю Канг осы жылы $10 миллион жоғары таза пайда тапты трейдинг бойынша, просто биткоин, эфириумды сатып алу арқылы. Екіншіден бізде Jump Crypto деген фонд бар. Бізде ол 500 миллионнан жоғары таза пайда жасады осы бір жылдың ішінде. Одан кейін бізде, егер білсеңіздер, Pepe деген мемкоин шыққан болатын жақында. Сол мемкоинда бір трейдер $327 $1,1 миллион чистый таза пайда шығарды. Осыдан 3-4 күн бұрын Твиттерда бір адамның полностью криптовалютадағы тарихын, историясын оқып шықтым. И знаете, друзья, это прям душещипательная история. Ол адам 2015 жылдан бері 7 жыл бойы криптовалютада жүріп, все потерял. Просто бүкіл ақшасын. 2015 жылдан бері минуста келе жатып, только недавно $100 мың жасап, и то минуста. Енді 150 мыңға апарып, все, мен криптовалютаны тастаймын. Болды, мен дальше балалардың образованиясын соған жаратам деп, у него ничего не получилось. Просто 3-4 сағатта $100 мың потерял и пишет, $100 мың потерял, енді не істеймін, мен даже әйеліме айтатын сөзім жоқ, просто жылап отырмын қазір. На историям просто жазатым, чтобы басқа адамдар не повторяли моих ошибок. Я 7 лет просто угробил зазря. Надо было думать головой деген сияқты. Осындай да историялар бар трейдингта, Трейдинг, не только трейдинг, вообще крипторынокта, любой затта. Сол себепті ешқашан басымызды кетірмейміз. Надо думать головой. Қалай ақша тауып, ақшаңызды жоғалтпаудың қазір ережелері болады. Ең бірінші ереже, мен бұлар ереже деген демейді, постулаттар. Бұл правилаларды, достар, ешқашан бұзуға болмайды. Біріншіден, обязательно күнделік керек. Күнделікте сіз қалай трейдингті, қалай жаздыңыз, сделкаға былай кірдім, мына бағамен сатып алдым, ол бағасы құлады, я переживаю, я в панике, я не знаю, что делать. Сіз сатып алдыңыз, уже 2 есе плюс, сіз уже 400 теңге жасап тастадыңыз. Өзіңді өте жақсы сезініп тұрмын деген сияқты бүкіл эмоцияларды жазып отырасың. Барлық эмоцияларды. Солай сіз өзіңіздің қандай трейдер екендеріңізді түсінесіздер. Криптон комьюнитінің шәкірттері, егер сіздерде әлі трейдердің күнделігі болмаса, біздің любой кураторға жазсаңыздар болады. Біз сіздерге бүкіл материалды, күнделік бойынша барлық материалды береміз. Ол туралы уайымдамасаңыздар болады. Ал енді екінші ереже, немесе екінші постулат, сіз өз ақшаңызды қорғап білуіңіз керек. Өз ақшаңызды қорғап білуіңіз дегенде жаулардан, басқа біреуден қорғау, басқа адамнан қорғау деген мағынада емес. Өзіңіздің ақымақтығыңыздан және өзіңіздің әлсіздігіңізден, то есть кез келген сделкаға кірген кезде стратегиямен кірсеңіз, сіз өз сделкаңызды қорғап білуіңіз керек. Егер минусқа кіріп жатсаңыз, басыңыз кетіп қалуы мүмкін, осы кезде басыңыз істемей қалады. Вот осындай сәттерден өз ақшаңызды қорғап білуіңіз керек. Итак, бізде үшінші ереже, ол сіз трейдить етуге қорқуыңыз да керек, и оған қоса бесстрашный болуыңыз керек, қорықпауыңыз керек. Қорқпауыңыз керек, чтобы ақша табу үшін, қорқуыңыз керек, чтобы ақшаны жоғалтпас үшін. Енді бізде төртінші ереже уақыт туралы. Уақыт сіздің ең басты союзнигіңіз және де ең басты жауыңыз. Себебі уақыт кетіріп жатырмын деп ешқашан уайымдамауыңыз керек. Сіз всегда ақша табуға мүмкіндік болады. Но ең бастысы қазіргі ақшаңызды жоғалтпау. То есть трейдингпен айналысқан кезде, бүгін мен трейдингпен айналысам, немесе ертең мен жұмыс істеймін, трейдингпен айналысам. Негізі олай жұмыс істемейді. Нарықта жақсы мүмкіндік болса, сол кезде ғана трейдингпен айналысқан дұрыс. Yok bu şey. Так, достар, бізде 5-ші ереже, қысқаша психология толпы деп атаймын. Себебі толпа вам укажет путь. 5-ші ереже өте маңызды ережелердің бірі. Мысалы қараңыздар, недавно Wildberries пен Озонда бизнес көбісі жасап бастады. Одан ол жаққа көпшілік барды и көбісі уже ақша таба алмай қалды. Сол сияқты трейдингте де сондай нарратив немесе бір ақша табу жолдары пайда болған кезінде кім бірінші келді, солар в основном көп ақша тауып кетеді. Сол себепті толпаның психологиясы туралы көп оқыңыздар. Толпа когда паникует, көпшілік қашан паникаға кіреді, көпшілік қашан эйфорияда болады. Оның бәрі өте маңызды. Сол себепті орысша айтқанда, не будьте же толпой, будьте же ведущим этой толпы.
Так, достар, бізде 6-шы ереже. 6-шы ережені мен орысша айтқанда, всегда держите себя в тонусе деп айтамын. Ол не білдіреді? Мысалы, сіздер трейд еткенде немесе вообще криптовалютамен айналысқан кезде, вообще любой кез келген жұмыста, ноутбуктың там компьютердің алдында айналысатын жұмыстардың бәрін айналысқан кезде сіздерде негативная энергия немесе позитивная энергия болсын, бәрі жиналады. И оны бәрін бір жаққа шығару керек. Сіздер не істеуіңіз керек? Хотя бы упражнение. Мысалы, мен өзім 2 күнде, 3 күнде бір рет пробежкаға шығып тұрамын. Сол сияқты сіздерде сондай бір физический упражнение табуларыңыз керек. Ол біріншіден, иә. Екіншіден, тағы да уақыттарыңызды босқа кетіруге болмайды. Если вы ничего не делаете, вы не стоите на месте, вы идете назад. Сол сияқты бірдеңкені оқыңыздар, көріңіздер, жаңа заттарды көріңіздер, оның бәрі. Вот это вот изучать, читать, делать что-то, вот это залог успеха. И постоянно лучше өздеріңіздің басыңыздағы знанияны болсын көбейтіп отырған дұрыс. Сол кезде сіздер қателікті де азырақ жіберетін боласыздар. Так, достар, осымен біздің бірінші сабағымыз, иә, бірінші поучительный урок тек осымен трейдинг бойынша бітті. Постулаттарды сіздер білесіздер, ережелерді білесіздер. Және де вообще крипто нарыққа прям бірінші шаг жасағыларыңыз келсе, біздің әлеуметтік желілерге оның бәрінің сілтемесі видеоның астында болады. Және де егер біздің курсымызға жазылғыларыңыз келсе, біздің курста видео уроктардан басқа сіздерді жеке сопровождающий кураторлар болады. Бүкіл сұрақтарыңызға барынша жауап беретін, солармен прямой разговор болады. Мен де кураторлардың бірімін. Және де осы видеоны неме аяқтағым келеді? Достар, вообще кез келген затты мысалы бастағыларыңыз келсе, то орысша айтқанда лучше не откладывать это на завтра, да? Лучше кішкентай бір шажок істеп қойған дұрыс, чем вообще ничего не делать. Поэтому хотя бы бір шаг жасағандарыңыз дұрыс. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен болған Криптон каналы. Қайттан подписканы ұмытпаңыздар и колокольчик обязательно.